денесі 40 жыл шірімеген. Мені жерленген кезде отырғызып жерлеңдер деген біз Мәшһүр Жүсіп әулие атамыздың зиратханасына, мына жерде тағы да несі бар, қабірханасы бар. Сол жерге келіп отырмыз. Достар, бұл сонымен Баянауылдың жанын жерде орналасқан, енді қалай жанында, кішкене алыстау жолда орналасқан Мәшһүр Жүсіп атамыздың зиратханасы жатқан жері. Бұл қонақ үй, кіретін кезде бұл музей, арғы жақ асхана, ішінде қымыз асхана дейді, өте жақсы қымыздар дейді. Бұл мешіт, яғни ішінде ғибадат жасауға болады. Білмеймін, ғибадатхана ма? Ішіне кіріп көрдім, ішінде гостиница сияқты болып кетті. Яғни, білмеймін, жаңағы ең басында көрсеткен қоңыр үй ол VIP зона болса, бұл ондайға ұқсамайды. Ішіне кіріп көрдім, білмеймін, бір намаз оқитын жер, дәрет алатын жер, негізінде дәрет алатын дегенде жаңағы умывальник сияқты бар, бірақ ол аяқты жууға келмейді. Ал ішінде мысалы намаз оқитын, ондай бір ғибадат жасайтын жер жоқ. Арғы жақ бұл кесенесі, кәдімгідей Мәшһүр Жүсіптің өзінің жатқан жері. Бұл жерде арнайы 73 саты орналасқан, әрқайсысы 13 яғни мүше жас бойынша. Ал 73 сатының орналасуы ол Мәшһүр Жүсіптің өмір сүрген жылдарына байланысты. Мәшһүр Жүсіптің кесенесі, ал бұл жерде келіні Ақзейнептің жатқан жері. Жаз болса жарқыраған көлдің беті көгеріп көрінеді япырай. Мәшһүр Жүсіпұлы атамыз өмірінің соңына дейін осы жерде тұрған, өзінің бейітін салдырған жан жерге. Достар, жаңағы бұл Мәшһүр Жүсіп кесенесінен қандай да бір көлікпен 2-3 минутта жеттік, тіпті одан да аз. Мысалға қазір былай көрсек, ана бір жолда қырдың басында тұр ғой, қолымда не тұр, бақаншқа тұр, бұл қазір бұл жерде бұлақ бар екен, сол бұлақтан солай жатыр. Ал ана жерде кесенесі тұр. Өте жақын, осы жерде үй болған екен. Алтын bu ayna gölдің бетін жабар ақ сәуле көктен төніп япыр. Ал енді қазір жаңа бұлақтың суының ішінде жатыр. Судың астында. Бісміллә, дұға айтып жазайық енді. Бісміллә. Қарынды тойдырады екен. Кәдімгі бұлақтың суы. Енді мықты. Сөз жоқ. Түркияның бір ғалымы зерттеп отыр. Американың бір ғалым әдейі келіп, атаның Америка ағылшын тілін оқытып отыр. Бұл жақта бүкіл дүниежүзіне танылып отыр. Енді аса ақырын танылып отыр. Бірақ танылу уже басталды. Әрине. Мұндай ғалым адамдар бір ғасырда бір туатын адамдар ғой. Достар, Мәшһүр Жүсіп атамызға қатысты неше қызықты танымдық ақпараттар айтылды. Біріншіден, Мәшһүр Жүсіп атамыз ол әулие адам. Ал әулие адамдар мен пайғамбарлардың өзіне бір тән қасиеті болады, және де бір қызық олар денелері шірімді. Кейбірлерінікі толық шірмейді, кейбірлерінікі Мәшһүр Жүсіп атамыздай бірнеше жылдан бері сақталып тұрады. Мәшһүр Жүсіп атамыздың айтуы бойынша мені отырғызып жерлеңдер деген, яғни ол кісі отырғызып жерленген, және де денесі 40 жыл шірімеген. Осындай бір қызық ақпарат. Екіншіден, Мәшһүр Жүсіп атамыз жаңа айтқанда әулие адам, ал әулие мен пайғамбарлардың өзіне бір тән қасиеті болады, өзіне бір тән ерекшеліктері болады. Мәшһүр Жүсіп атамыз болашақты алдын ала көре білген. Мысалға, бір-екі мысал келтіріп өтейін. Біріншіден, ол кісі айтқан, Қазақстанда біріншіден ашаршылық болады деді. Одан кейін бізде шынымен де 32-ші жылдар сол Мәшһүр Жүсіп атамыз қайтқаннан кейін шынымен де жаңағы ашаршылық кездері басталды. Одан кейін барып елімізді біреулер басқарады деді. Солай бір 70 жыл бойы жаңағы Ресейдің советтік билік бізді басқарып келді. Одан кейін айтты, 30 жыл бойы елді тонайды деді. Біз көрдік, осыған дейін 30 жыл бойы не болғаны. Одан кейін барып қана елімізді бозторғай жұмыртқалаған заман болады деді.
енді сол бір заманды күтейік және де сол бір заман болу үшін былайша айтқанда әрекет етейік, дұға жасайық. Бұл бірінші мысал, иә, қалай өзіне деген бір әулие адам екенін көрсеткенде. Екіншіден, шәкәрім атамызбен бірге дос болған, ол кісі құрдас болған. Шәкәрім атамыз екеуміз осы бір дала маңында кездескен кезде айтқан, бұл біздің соңғы кезіміз, иә, соңғы кезіміз, болашақта жаңағы айтқандай атап өткен, қалай болады, бұл біздің соңғы кездесуіміз, біреуіміздің өліміміз, ажалымыз Алладан келеді, біреуіміздің ажалымыз бір адамнан келеді деген. Тура сол сияқты болды. Шәкәрім атамызды арнайы бір тапсырыс бойынша атып құдыққа тастап кеткен, оның да денесі біраз уақытқа дейін табылмай солай құр болған еді. Ал Жүсіп атамыз, Машғар Жүсіп атамыз, ол кісі болса шынымен де ажалы Алладан келіп, ауырып, ашаршылық кезінде өлген болатын. Осындай бір қызық ақпараттар, достар. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар, Машғар Жүсіп атамызды зерттейік. Оның сөздері, айтылған кеңестері, жазылған өлеңдері бұл кәдімгідей ғибраттар болады. Осы бір жерге мүмкіндігіміз болса келіп тұра, ата-бабаларымыздың, әруақтарымыздың құрметіне бір құран бағыштап, мұсылманшылықтығымызды сақтап, тарихымызды бірге зерттеп жүрейік.